Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алуа. Видеом соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Севропирудың рецептімен бөлісетін боламыз. Нәзік, жұмсақ бір жасағынан шығады. Жасап көруді кеңес етемін. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға 250 грамм ұнымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осылай көпірген кезде 100 грамм сливочный майымызды және 4 қасық оливке майдан қосатын боламыз. Және ас содасынан 1 шай қасық қосамыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Енді кезекте електен өткізген ұнымыздан 2 бөліп қосатын боламыз. Және 10 грамм қопсытқыш қосамыз. Енді кезекте 4 қасық сметана қосамыз. Жақсылап миксерлейтін боламыз. Осы кезде ұнымыздың екінші бөлігін салып, жақсылап миксерлейміз. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздыратын боламыз. Дайын болған массамызды 2 бөлікке бөліп, екінші бөлігіне какао қосып миксерлейміз. Енді кезекте табанымызды майлап, кезегімен құятын боламыз. Мінекей пирогымыз дайын, ас болсын жасап көріңіздер.